Сәлеметсіздер ме 9-шы сынып оқушылары. Бүгін біз 27-ші жаттығудың үй және сынып жұмысына арналған есептерін қарастыратын боламыз. Есептерімді жақсы түсіну үшін соңына дейін мұқият тыңдап қарап шығыңыздар. Бірінші есептен бастайық. Бірінші есепте бізде пойыздың ұзындығы берілген және тербелістің периоды, яғни уақыт берілген. Бір айналым жасаған кезде ол бәрібірде уақытымыз 1,25 секундқа тең болады екен. Сонда пойыз қандай жылдамдықпен қозғалған деп жылдамдығын сұрап тұр. Ал берілген жазып есептеп шығарайық. Ал берілген жазып алдым. Бізде ұзындықтың уақытқа қатысты формуласы ВТ деген формула бар еді. Осыдан біз табамыз, жылдамдықты түрлендіріп аламыз. Жылдамдығымыз сонда ұзындықты уақытқа қатынасы екен. Табайық ары қарай. Жылдамдық тең болады, S бізде 25 метр, бөлеміз 1,25 секундқа. Есеплесек бізде 20 метр бөлінген секунд шығады екен. 20 метр бөлінген секунд дегеніміз ол 72 километр сағат дегенді білдіреді екен. Яғни мына 72-ні 1000-ға көбейтіп 3600-ге бөлсек, мына 20 секундтың өзі қайтып шығады. Мынау километр сағат түрінде берілген жауап, мынау метр бөлінген секунд түрінде берілген жауап екен. Ал екінші есепті қарастырайық. Екінші есепте 163-ші сурет бойынша шығарыңдар депті. Бізге табыңдар меншікті жиілігін, тербеліс периодын және ығысудың амплитудалық мәнін анықтаңдар дейді. Амплитуда дегеніміз бізде жалпы ең үлкен ауытқуын айтамыз. Ең үлкен ауытқу мына график бойынша бізде нешеге тең болып тұр? Мына жерде болып тұр, яғни 10 сантиметрге тең болып тұр. Соған қатысты бізде жиілігіміз 1 герцке тең болып тұр. Сонда амплитудамыз бен жиілігіміз мына графиктен белгілі болып тұр. Сол енді жиілік арқылы біз табамыз, периодты тауып алуымызға болады. Ал ары қарай есептейік. Ал мен былай жазып алдым, амплитудамыз белгісіз, жиілігіміз және периодымыз белгісіз. Жаңа график бойынша амплитудамыз нешеге тең болды? Бізде 10 сантиметрге тең болды. Оны метрге айналдырсақ, 100-ге бөле дегеніміз, яғни 0,1 метр болады екен. Бұл амплитуданың мәні. Ал жиілігіміз соған қатысты 10 сантиметрдің тұсында бізде 1 герц тұр. Яғни жиілігіміз 1 герцке тең екен. Енді жиілік арқылы бізде периодты тауып алуымызға болады. Жиілік пен период бір-біріне кері шама болғандықтан формуласы бірді жиілікке бөліп тастаймыз. Сонда бірді 1 герцке бөлсек шығады екен 1 секунд. Яғни периодымыз 1 секундқа тең. Енді үй жұмысына арналған есепті қарастырайық. Үй жұмысына арналған есепте бізде массасы 1 кг жүк берілген, жалпы жиілігі берілген, бастапқы жиілігі 16 герц. Енді осы серіппенің қатаңдығы 0,4 кН бөлінген метр болса, резонанс байқалама дейді. Ал байқалама байқалмай ма анықтайық. Ол үшін біз жиілігін табуымыз керек. Ал берілген жазып масса берілген, жалпы жиілігіміз берілген, бізде 16 герц. И К-ның мәні берілген, қатаңдық коэффициенті. Енді қатаңдық коэффициенті бізде 0,4 кН бөлінген метр болғандықтан, біз оны ХБЖ-ға келтіріп алайық. Килода бізде 1000 деген сөз. Оның 3 дәрежесі бар. Яғни 0,4-ті 1000-ға көбейтсек, 400 Н бөлінген метр шығады екен. Енді біз мына жиілікті тауып алып, мына М және К-ны қолданып жиілікті тауып аламыз дағыны, сосын мына жиілікпен салыстырамыз. Егер мынадан үлкен болып кетсе, онда жаңағы резонанс құбылысы байқалады екен. Ал берілген формуласын жазайық. Жиілік бізде периодқа кері шама. Бізде серіппелі маятниктің периодының формуласы 2π М бөлінген К деген формуласы бар еді. Енді осыған мәнін қояйық формуласын. 2π М бөлінген К. Қорытылып шыққан формула осы. Енді осыған сан мәнін қойып есептейік. 1 бөлінген 2 көбейту. Пи бізде 3-те 100-ден 14-ке тең. М бізде 1 кг бөлінген 400 Н бөлінген метр. Есептейік. Есептесек бізде астынан шығады екен 1 бөлінген 0,314 шығады екен. 1-ді 0,314-ке бөлсек 3-те 18 герц шығады екен. Бұл жаңағы тапқан жиілігіміз. Енді осы жиілікпен мына жиілікті салыстырайық. Нолевойымыз бізде 16 герц еді. Ал тапқан жиілігіміз бізде 3-те 18 герц шықты. Яғни 16 герцтен бізде 3-те 18 герц кіші болғандықтан резонанс құбылысы байқалмайды екен. Жауап бізде байқалмайды деп жазсаңыздар болады, немесе жоқ деп жазсаңыздар болады. Яғни резонанс құбылысы байқалмайды. Себебі тапқан жиілігіміз
берілген жиіліктен өте аз мәнде шығып тұр міне. Ал одан кейін екінші есепті қарастырайық. Енді 106-ны жаңағы дәл екінші есепке ұқсайды. Мынау 164-ші суретте график бойынша жүйенің меншікті жиілігін, тербеліс периодын және ығысу амплитудасын мәнін анықтаңдар дейді. График бойынша бізде амплитуда ең үлкен ауытқуы бізде нешеге тең? 2,5 метрге тең болып тұр, иә, міне мына жерге тең болып тұр. Ал жиілігіміз соған қатысты 15 герцті беріп көрсетіп тұр міне. Амплитудамызбен қиылысқан түрі міне 15 герцті көрсетіп тұр. Енді осыған байланысты период тауып алайық. Дәл жаңағыдай амплитуда жиілік периодты белгісіз деп алдым. Амплитудамыз жаңағы график бойынша 2,5 метрді көрсетіп тұр. Амплитудамыздың мәні осыған тең. Ал жиілігіміз дәл соның тұсында 15 герцті көрсетіп тұр. Ал периодымыз жиілікке кері шама болғандықтан бірді жиілікке бөліп түсеміз. Сонда 1/15 герц ол болады екен 1/15 секундты береді міне. Периодымыз яғни 1/15-ке бөлсек периодтың мәні шығады екен. Жалпы есептеріміз осы бүгін қарастырған. Есептерім түсінікті болса, лайк басып пікір жазсаңыздар болады. Түсінбеген жерлеріңіз болса, сұрасаңыздар міндетті түрде жауап беруге тырысамын. Сабақта сәттілік, жақсы сау болыңыздар.